Біздің арамызда жаулар жүр. Қазақстанға оралмамын деп өтіп алып, Қытайға көтін тығып, қазақты сорлатқысы кеп жүрген сүмелектер жүр арамызда. Олар өте қауіпті адамдар. Олар Қытайдан жем жеп жүр. Оларды Қытай қаржыландырып, қызыл ұянын беріп отыр. Қазақтың қанына боялған қызыл ақшасын жеп, қазақтарды қаралап жатыр. Қазақстан үшін бір-екі ауыз сөз сөйлеп, менің түпті құяныма жетіп, мені қайтерін білмей талап жатыр 2 күннен бері. Осындай адамдарды көрсеңдер, маған телефонын, аты жөнін, адресін беріңіздер. Осындай адамдармен мен күресемін. Өйткені бұлар өте қауіпті жаулар. Бұлар оралмамын деп келген Қытайдың шпиондары. Бұлардың артында маңқа Қытай тұр. Бұның артында үлкен топ тұр, жасырын құрылған. Сондықтан бұлардан сақ болыңдар, жарпы қазақтар. Қазақстанға келіп, қазақтың нанын жеп, қазақтың ауасымен дем алып, қазақтың жерін басып тұрып, қазағым деп сөйлеген адамдарға қарсы келіп жүргендер қазақтың жаулары. Ата жұрт еріктілеріменен күресіп, оған түкті істей алмады. Ал мен ата жұрт еріктілерін қолдап, Серікжан Біләшұлын қолдап, бірнеше ауыз сөз сөйлеп, мені қайтерін білмей талап жатыр. Қатқаныңның басы талайсың жөліктер. Қатқаныңның басы талайсың шақалдар. Шақал деген итке де бөріге де оқсамайтын бір қарны қабысқан, өзі жалаң-жалаң еткен тісі өткір бір иттектес зат бар. Одан сақ болыңдар. Ол өзінің олжасын тірідей талап жейді. Бірақ біреуі төте шығып ұстап ала алмайды. Олар жан-жақтан талап, соны тірідей жеп кетуді оңай көреді. Бұлар жемтік жеп үйренгендер. Бұлар Қытайдың қызыл ақшасын жеп жүр. Қазақстандағы органдарға, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құлағын алтын сырға, осындай қазақтар бар екен. Қазақты сатқысы келеді. Қазақстанды Қытайға бодан қылып бергісі келеді. Аңсағандары Қытайдың қызыл ақшасы. Бұлар жемқор сатқындар, бұлар шпиондар. Осылардан сақ болайық. Анау Серікжан Біләшұлы деген азамат, нағыз азамат, нағыз ер. Елім, жерім деп келген нағыз ер. Ол Қытайда қиналып жатқан 3 миллион қазақтың мұңын жоқтағанына 3 жыл болды. Содан бері оны етектен тартып, жан-жақтан талады. Бірақ ол жігіт төтеп берді. Мен де төтеп беремін. Маған жігіт болсаңдар, бетпе-бет келіңдер. Қане, телефоныңды айт, аты жөніңді айт. Осы адамдардың егерде жөнін біле қалсаңдар, маған дереу хабарлаңыздар. Менің телефоным WhatsApp 8747 287 4006. Мынандай шпиондармен күресейік. Бұлар өте қауіпті жаулар. Бұлар Қытайға Қазақстанды сатып жібергісі келеді. Ішінен күйіп, өліп, жанып жүргендер екен. Бұларды Қытай әбден тәрбиелеп, әбден Қытай қылып жібергендер. Қазақстанға келіп не істерін білмей жүр. Әрбір топқа бас сұғады. Сонда қазақ үшін шырылдап сөйлеген қазақты қауып алғысы келеді. Өлгелі жүр, өздері аш сияқты. Бұлар рухани аштар. Сондықтан бүтін Қазақстан зиялы қауымы, жазушылар, ақпаратта жүрген журналистер, барлығымыз бірлесіп осындайлардың ініне су құяйық.
Бұларды тазартпайынша Қытайдағы сорлап жатқан 3 миллион қазақ көзі ашылмайды. Қытайда да осындай сүмелектер толып жүр. Бүтін қазақтың тізімдігін жасап, кім Қазақстанмен сөйлесті, кімнің Қазақстанда туысы бар, кім Қазақстанды аңсайды, осылардың тізімдігін Қытайға беріп түрмеге жаптырып жатыр екен. Міне сүмелектер, қазақтың жауы қазақ деген рас екен. Оян қазақ, мына сүмелектерді арамыздан аластаймыз. Менің енді бар жұмысым осы сүмелектерді аластау болады. Бұлардың ініне су құю болады. Мен қазақпын. Мен келгеніме 25 жылға тақап бара жатыр. Мен елім, жерім деп келдім. Қытай компартиясынан шығып кеткем. Қытайда қалып жатқан айлығымды тастап кеткем. Балаларым осында келіп, Қазақстан жерлік адамдарменен үйленіп, іш қойын, таш қойын болып кеттік. Сондықтан мені ешкім жеңе алмайды. Меніменен күресетін болсаң, төтте шық. Аңғай жөліктер. Перде артында тұрып, сендерді кім қаржыландырып отыр? Айтқызамын мен. Сендермен мен күресемін. Мен ұлтым үшін күресемін. Мен Қазақстан үшін күресемін. Мен тәуелсіз елімнің бір азаматымын. Осы тәуелсіздік еліме кім зиян келтірсе сонымен күресемін. Мен жазушымын. Мен журналистпін. Мен ақынмын. Қытайда менің атағым шыққан. Шинжаңда Құнанбай Байжанұлы келе жатыр дегенде аттан көтеріп алып қойын сойып той жасап беретін. Біліп қой, ішің күйсе тұз жала. Мені қарала. Не қылсаң оғыл, қолыңнан бір келсе екі қыл. Сенің ініңе су құятын Құнанбай Байжан тұр міне. Көрдің ба? Серікжан Біләсұлын қолдаймын. Төбеме көтеріп мақтаймын. Оны жырлаймын. Серікжан Біләсұлы туралы көптеген шығармалар жазамал қайтесің. Серікжан Біләсұлы ер, еңіреген қазақтың көз жасын сүртті. Қытайдағы сорлап жатқан 3 миллион қазаққа медет болды. Оларды құтқару жолында жанын сала, жанын пидетіп жүгіріп жүр. Міне жігіт, міне ер, міне нағыз қазақ. Соған мен қолдау көрсетемін. Мен Серікжан Біләсұлымен біргемін. Мен Атажұрт еріктілерімен біргемін. Ал қайтесің? Қане жөлік, қане шакал, көрінші бір жерден маған көзіме. Әттең шіркін қолыма түссең, сенің жемтігіңді шығарар едім. Саған бәрін өзіме айтқызар едім. Мен азаматпын. Мен Қазақстанның азаматымын. Мен Қазақстанның жолында жанымды пидет аламын. Біліп қой, мені ең алмайсың. Қане жауыздар шығып көріңдер. Жауыздар жан-жақтан анталап жатыр. Арамызда шиберлер қаптап кеткен. Әсіресе Қытайдан келген оралман қазақтың ішіне жасырынып келгендер бар. Шпиондар бар. Бұларды тазартайық. Қытайды сорлатып жатқан тағы да айтам осылар. Осыларды құртпайынша біз азат болмаймыз. Қытайдағы 3 миллион қазақ, сендер азат болмайсыңдар. Сондықтан арамызда өте қауіпті жаулар жүр. Оларды құртайық. Қытай төте жазуын жазып, Қытайдан келіп маған шабуыл жасап отырған, анау төте жазу жазып отырған иттің баласы шық бері. Аты жөніңді, телефоныңды маған бер. Адресіңді айт. Бет-бет майданда кезгемін сенімен. Қане күресіп көр. Менен сендермен күресемін. Ал ішін күйсе тұз жала. Қай жерде Қытайдың шпионы бар, соны іздеймін. Тауып алып, ініне су құямын, білдің ба? Мен өйткені қазақпын. Мен елім деп, жерім деп келдім. Мен көк туыма, тәуелсіз Қазақстаныма зәреде зиян келтіретін жауларменен күресе беремін. Күресіп та жүрмін. Қайтесің ал. Айтатын жеріңе барып. Сендер өйткенше анау
өздеріңнің топтарыңа қойған көк тудың белгісін алып тастаңдар. Өйткені сендер Қытайдың қызыл жалауыменен өстіңдер. Қытайдың қызыл жалауын әкеп сол жерге қойып қойыңдар, өздеріңнің белгілерін қылып. Содан ақ тауып аламыз. Қане, күресесің ба, шық бері.